Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, арма қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. 26 наурызға арналған ауа райы болжамы жарияланды. 26 наурыз күні Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, жел күшейеді. Тұман, көктайғақ болуы мүмкін деп хабарлайды Қазақпарат Қазгидрометке сілтемесін жасап. Қазақстанның басым аумағындағы атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашын болады. Оңтүстіктің кей жерлерінде қатты жауын-шашын жауып, тек республиканың батысында, оңтүстік-шығысында ауа райы жауын-шашынсыз болады. Кей жерлерде тұман, көктайғақ, найзағай, желдің күшеюі сақталады. Оңтүстікте күндізі бұршақ болуы мүмкін. Қостанай облысының кей жерлерінде тұман, көктайғақ күтіледі. Басым бөлігіндегі екпіні 15-20, кей жерлерінде 23 метр секундке дейін күшейеді. Қызылорда облысының кей жерлерінде найзағай болып, дауыл, желдің күшеюі 15-20, екпіні 25 метр секундке дейін күшейеді. Түнде және де күндізі кей жерлерінде тұман күтіледі. Күндізі бұршақ болуы мүмкін. Солтүстік Қазақстан облысының кей жерлерінде тұман, көктайғақ күтіледі. Желдің күшеюі 15-20, екпіні 23-28 метр секундке дейін болады. Түркістан облысында күндізі найзағай болады. Желдің күшеюі 15-20, екпіні 23 метр секундке дейін күтіледі. Ақмола облысының кей жерлерінде тұман, көктайғақ күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20 метр секундке дейін күшейеді. Павлодар, Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстарының кей жерлерінде тұман күтіледі. Күндізі желдің жылдамдығы 15-20 метр секундке дейін күшейеді. Шығыс Қазақстан облысының кей жерлерінде көктайғақ күтілуде. Батыс Қазақстанда түнде, Маңғыстау, Атырау облыстарының кей жерлерінде таңертең тұман болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өгеде ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Сау саламатта болыңыз.